Жамбыл облысында 17 наурыз мейірім күні деп аталып өтілді. Көп балалы аналарға, әлеуметтік ахуалы төмен отбасыларға көмек көрсетіліп, қайырымдылық жасалды. Бүгінгі шараға 1000-ға жуық адам қамтылып отыр. 20 шақты мейрамхана мен кафелерде осындай шараға тартылып отыр. Барлық жерде осындай көп балалы аналар, жағдайы төмен отбасылар осындай көмекке керек азаматтар тартылып отыр. Бүгінгі наурыздың нұрлы күнінде аналарды мейірімге бөліп, бір күндік қуанышқа бөліп атқан мынау жергілікті кәсіпкерлерге көптен көп рахмет. Президентіміз де көп балалы аналарға көңіл бөліп жатыр, әкімшілік те бөліп жатыр. Солардың бәріне біз аналардың атынан рахмет айтамын.